Халықтық IPO дағдарысқа қарсы тиімді қаржы құралы. Сарапшылар арасында осындай пікір қалыптасып отыр. Бағдарлама эксперт пікірталас клубы шеңберінде кеңінен талқыға салынды. Ұзақ уақыттан кейін қайта жанданған ой алмасу бұл жолы ерекше қызу өтті. Өйткені отырыс өзегіне айналған тақырып бүгінде көпшіліктің қызығушылығын тудыруда. Донести информацию. Халыққа неғұрлым көп ақпаратты жеткізу керек. Қазақ және орыс тілдерінде, қалалар мен ауылдық жерлерде бағдарламаның қыр-сырын түсіндіру міндетті тұр. Бірақ осы адамдардың барлығын жұмылдыруды көздеп отырған жоқпыз. Мүмкіндіктер туралы ғана емес, тәуекелдерді де атаған жөн. Өйткені жауапкершілік үлкен. Біз дайындық жоқтарға күрделі қаржы құралын ұсынамыз. Сол себепті әркім шешім қабылдаған кезде өзі үшін жауап береді. IPO арқасында кемінде $100 миллион көлемінде табыс жинау көзделген. Бұл қолдан келетін іс сыңайлы. Қазір зейнетақы қорлары мен жеке тұлғалардың қолында $40 миллиард бар екен. Алайда соның ішінде едәуір бос қаражатқа ие салымшылар саны көп емес. Правильно, это, наверное, не халық IPO, а байлардың IPO, да? Халықтық жекешелендіруге байланысты болған бұрынғы тәжірибені ескерген шақта сыни пікірлердің туындайтыны заңда, әсіресе депутаттардың күмәні көп. Мәжіліс өкілі зейнетақы қорларын қатыстыруға қарсылық білдірді. IPO арқылы халық сатып алмады деген ойымен оны пенсионный фондтарға беріп жүріп, олардың экономиканың жағдайын жақсартуға жасалып жатқан нәрсе деп есептеймін. Сол себептен енді қаржыгерлердің бар айтқан сөзіне сене беруге болмайды. Біз халық бақылау жасауымыз керек. Жақын арада осы Нұр Отан саяси партиясында бұл мәселе бөлек қаралады. Мен ойымша бұл жерде ең бастысы көпшілік халық қатысу керек. Көпшілік халық өз үлесін алу керек. Қалай дегенмен бағдарламаның табысты іске асатынына сенетіндердің үлесі басымырақ. Халық тарапынан да қозғалыс бар. Акциялар нарыққа әлі шығарылмаса да 2000-нан астам брокерлік есепшот ашылды. 18 бен 25 жас аралығындағы азаматтарды қалай қамтуға болады? Олардың көбі әлі жұмыс істемейді, оқуда, бірақ қатысуға ниетті, білімдері бар. Олар халықтық IPO арқылы пайда шығара алатындарын түсінеді. Ал қаржы тапшылығы кедергі келтіреді. Меніңше акцияларды бөліп сату мүмкіндіктерін қарастыруға болады. Халықтық IPO қарсаңда брокерлік компаниялар асқан белсенділік танытуда. Кезінде олардың саны 100-ден 30-ға дейін төмендеген, бірақ соның өзінде бәсекелестік жоғары. Ендігі кезде одан сайын өсе түспек. Мы никаких денег не взимаем. Біз тұрғындардан көп ақша алмаймыз. Оларға тегін кеңес береміз. Құнды қағаздармен қалай жұмыс істеу керектігін үйретеміз. Егер акция алса ғана шот ашамыз. Оның құны 1000 теңге. Әрине, шығынға бата алмаймыз. Бірақ болашақта осы нарыққа кірген тұлғалар сауаттарын жетілдіріп, бізбен одан әрі жемісті қарым-қатынас жасайды деп сенеміз. IPO бағдарламасын әлеуметтік жоба деп атайды. Өйткені мұндағы басты мақсат азаматтардың қаржылық сауаттылығын көтеру, яғни елімізде меншік иелерінің жаңа табы қалыптасады. Қазақстанның болашағына мен қатынасуым керек. Біз неғұрлым көп болсақ қазір осы акционерлер, соғұрлым мемлекетімізде бір өзгерістер, бір жаңағы дағдарыс болмайды. Себебі біз осы елдің, осы барлық экономиканың қожайыны боламыз. Сонда керек болса, сырттан болсын, іштен болсын, ешқандай өзгерістерде көп бола бермейді. Себебі менімен де ертең билік менімен де ақылдасады. Билік менен де сұрайды. Себебі менің үлесім бар, менің ағайындарымның үлесі бар. Сондықтан мен бұл жерде қазір тек қана мына қаржы жағынан бұл мәселені қарастырған жоқпын. Мен бұны біздің тұрақтылық жағынан. Бағдарлама мерзімі 5 жыл. Осы уақыт аралығында ұлттық компаниялар 5-15% акцияларын нарыққа шығармақ. Бұл орайда мемлекеттің өзі кепілдік беріп отыр. Сарапшылардың пікірінше, дивиденд ретінде түскен пайда банк сыйақысынан жоғары болуы тиіс.